Қайырлы күн баршаңызға. Қазіргі таңда хит болып жатқан шоколадный сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Алдымен ыдысымызға ұнымызды, сахарный пудрамызды, қопсытқышымызды салып, үстіне сармаймызды және де жұмыртқамызды салып, біріккенше қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды осылай дайындап алғаннан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Алдымен Қазақстан шоколадымызбен сармайымызды ертіп аламыз. Сосын басқа ыдысымызға жұмыртқамыз бен сахарный пудрамызды жақсылап ертіп араластырып аламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін үстіне шоколадымызды салып, сметанымызды салып және де какао салып, тағы да араластыратын боламыз. Міне біздің пирогымыздың салмасы дайын. Енді тоңазытқышта тұрған нанымызды алып, ыдысымызға саламыз. Өздерің қалауларың бойынша оқтаумен ысып салсаңыздар да болады. Или болмаса дәл осы видеода көрсетілгенде қылып, мен сияқты қолмен осылай істесеңіздер де болады. Осылай дайындап алғаннан кейін үстінен салмамызды салып, қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын, өте дәмді, жасалу жолы да өте оңай, көп затты қажет етпейді, 30-35 минутта пісіп шығады. Шаймен енді өте дәмі керемет болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.